Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Біздің Рисаль атты жобамыздың алғашқы подкастына қош келдіңіздер. Алғашқы подкаст болғаннан кейін осы подкастымыздың жалпы жобамыздың мағына мәнін түсіндіре кетсек, жалпы бұл подкаст, бұл жоба рухани, яғни ағартушылық бағыттағы жоба болып табылады. Осы кезекте бүгінгі біздің негізгі спикеріміз ұстаз Уәлихан Сүлейменұлымен таныса кетсек. Ассалаумағалейкум, ұстаз. Уалейкумассалам ва рахматуллах. Ұстаз, жалпы өзіңіздің мына көрермен түсіну үшін кімнен білім алып жатырмыз, кімді тыңдап жатқанымызды білу үшін өзіңіздің біліміңіз жайында қысқаша айта кетсеңіз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алхамдулиллах, вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва сахбихи аджмаин. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Енді жалпы көрермендерге айтатын болсақ, ілім жолы негізінде осы Нұр Мүбарак, өзіміздің елдегі Алматы қаласындағы Нұр Мүбарак Египет Ислам университеті. Сол жерде бастағанбыз. Сол жерде бітіргеннен соң мынау Стамбулға ілім сапары болды. Стамбулда сол жаңағы үлкен ғұламалардан, ұстаздардан сабақ алу Аллах Тағаланың бір нығметі, сол нәрсе нәсіп болды. Енді біз енді шәкірттер ретінде айтатын болсақ, мысалға бұны ілім оқып жүргендер жақсырақ түсінеді. Мысалы атақты ғұламалардан шейх Юсуф Хаттар болды, тағы да шейх Омар Хижази сияқты, тағы да шейх Халид Харса сияқты шейхтар. Әлбетте бұлардың барлығы сол жаңағы көпшілігі немесе көбісі сол жаңағы атақты әлемге әйгілі шейх Нұридин Айтар немесе жаңағы шейх Абдуразақ Халаби сияқты үлкен ғұламалардың алдарында оқыған кісілер. Енді бұл кісілерге деген біздегі алғашқы түсініктер мынау ұстазымыз Нұр Мүбаракта бізге сабақ берген Бауыржан Әлиұлы ұстазымыздың ұстаздар болып есептелінеді ол кісілер. Яғни Бауыржан Әлиұлы ұстазымызбен былайша айтқан кезде ұстаздарымыз бір болып есептелінеді. Жалпақ тілмен айтқанда. Қысқаша айтсақ енді осы. Ұзатпай-ақ қояйық. Рахмет, Алла разы болсын, ұстаз. Жалпы мынау жобаның аты Рисаля деп аталғандықтан, осы Рисаля сөзінің мағынасы жайында қысқаша айта кетсеңіз. Жалпы Рисаля бұл былайша айтқан кезде хат немесе біреуге бір нәрсені жазып жіберу, бір нәрсеге айтып жіберу, сондай мағынаны білдіреді негізінде. Мысалы пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламда өзінің дәуірінде, өз тірі кезінде мынау Парсы еліне және сол кездегі Рим, Рум деп айтылады, сол елдерге арнайы жаңағы хат жазғызып жіберткен. Осыны солар Рисаля деп сондай деп атайды жалпы. Енді бізде пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламнан келе жатқан, бізге ата-бабамыздың қанша біразының еңбектері, біразының қанымен тіпті керек болса, бізге жеткен осы ислами ағартушылық нәрсені өзімізден кейінгі кезеңдегі жігіттерге, қарындастарымызға болсын, жалпы халыққа соны тарату, жеткізу мақсатында осылай аталған негізінде. Яғни бізге келген нәрсені біз былай қарай оқып беру, соны былайша айтқанда жеткізіп беру, осы мақсатта осылай мағынасы осы болып есептелінеді. Яғни келесі ұрпаққа. Келесі, Жақсы. Жалпы енді мынау бүгінгі подкастта мейлінше барынша қазіргі біздің қоғамдағы актуалды мәселелерді талдап, соларды таратып көрсек. Жалпы қазір осы дін деген ұғымның өзінен бастайықшы. Мысалға, жалпы дін дегеніміз не? Оған адамның жалпы көзқарасы қандай болу керек, түсінігі қандай болу керек? Осы жайында айта кетсеңіз. Енді жалпы дін деген өте ауқымды нәрсе. Жалпы дінге екі түрлі пікірде анықтама беріледі. Біріншісі дінтанушылардың анықтамасы бар. Олар енді дінді әртүрлі бөліп тастайды. Яғни мысалы дін деген ол екі түрлі болады дейді. Біреуі жаңағы Құдай тарапынан жіберілген пайғамбарлар арқылы, кітаптар арқылы, екінші адамдар өздері кейбір нәрселер, кейбір табиғи жағдайларға байланысты өздері ойлап тапқан діндер деп солай бөліп қарайды. Мысалы Алла тарапынан, Құдай тарапынан жіберілген діндер дегенде жаңа христиан, ислам және иудейлік дінді айтады. Және оны да
бөліп қарастырады. Жаңағыдай өзгеріске ұшыраған, өзгеріске ұшырамаған деп солай бөліп қарайды. Өзгеріске ұшырамаған ол жалғыз ислам діні болып есептелді. Иә, бұл енді жалпы дінтанушылардың осылай бөлетіні бар. Бірақ та негізі бізде ислам дініне қарайтын болсақ, сол кезде Аллах Тағала Құран кәрімде инна дина индаллахи ислам, расында Алланың алдындағы дін ол ислам деген. Яғни негізгі Алланың алдындағы қабыл болатын негізгі бір ақ дін бар, ол ислам діні. Иә. Енді осыған қарай анықтама айтатын болсақ, жалпы дін дегеніміз, осы ислами тұрғыдан қарап анықтама айтатын болсақ, дін дегеніміз бұл Аллах Тағаланың пайғамбар арқылы адамдарға бір өмір сүру ережелерін, қағидаттар болсын, пункттер болсын, былайша айтқанда ережелерін жібереді. Міне сол арқылы өмір сүріп, осы дүниеде және ақыретте, бұдан кейінгі өмірде де бақытқа жету, бақытты болу, осы нәрсені меңзеледі дін дегенде. Енді әртүрлі идеологиялар бар, әртүрлі пікірлер бар, бірақ көбісі бұдан кейінгі өмірді жаңағы былайша айтқан кезде бақытқа апарады деп айтылмайды да. Яғни былайша айтқан кезде осы дүниедегі өміріңді бір жүйелеп беру мүмкін, жүйелеп реттеп беру мүмкін болды дейді. Ары қарай біздің шаруамыз жоқ деген сияқты. Ал біздің ислам діні жоқ, осы өміріңді реттеп береді, бақытты осы өмірде де, және қияметте де, ақыретте де Алланың алдында бақытты болуға себеп болатын былайша айтқан кезде шариғи үкімдер, сондай нәрселерге айтылады негізінде, жүйелерге айтылады. Жалпы мынау қоғамда мынандай нәрсе байқалады қазір. Кей кісілер жаңағыдай намазға бет бұрып, яғни намазға жығылып, дінге бет бұрып, солай дінді ұстанып жатса, кей басқа кісілер оған былай қарайды екен да, бұл қатты тым беріліп кету, немесе бір қатты жаңағыдай қалай терминдермен бұл радикалды ұстану деген сияқты сол айтып жатады да. Бұл енді радикал деген ауыр сөз енді, бірақ та жалпы біз айттық дін ауқымды дедік, дін екі дүниені қамтиды дедік. Енді біздің ислами түсінікпен қарағанда, яғни ислам дінін меңзеп жатырық бұл жерде, екі дүниенің бақытына жетелейді деген ислам дінін меңзеп жатырық. Жалпы біздің ислам дініміз өте керемет дін. Біріншіден бұл ислам діні ешқандай ұлтты, ешқандай нені таңдамайды. Кез келген адам бұл дінді қабылдай алады. Және бұл дін өте ауқымды дін. Яғни мысалы былайша айтқан кезде үйдің шеңбері бар, ауылдың, қаланың шеңбері бар, және мемлекеттік деңгейде шеңбер бар. Ислам діні осының қай шеңберінен асып кете алмайды дейтін болсақ, біз айтамыз, бұл шеңбердің барлығын қамти алады деп айтамыз. Яғни тек қана кейбір бағыттар, кейбір діндер сияқты, тек қана мысалға бір ауылдың немесе бір аймақтың проблемасын ғана шешіп қалмайды, бәлки ауқымды, бұдан да өте үлкен ауқымды. Сол үшін де мысалға айтатын болсақ, қарапайым біз айтатын болсақ, мысалы экономика жағын айтатын болсақ, қарапайым риба мәселесінде де бізде мысалға қазір депутаттардың өздері де айтып жатады, жаңағы банктерге кейде айтып жатады, не деген процент мынау деп ше, халықты өлтіретін болдыңдар ғой деп, жаңағы Европаның өзі бұндай процент қоймайды, не деген процент қойып тастағансыңдар деп айтып жатады. Өсім процент қойып тастағансыңдар деп айтып жатады. Кредитке неге ғой енді. Міне осында субханалла ислам діні шешеді да бұны. Ислам діні шешеді. Тек қана бұл емес, мемлекеттік болсын, басқа да. Әлбетте бұны дұрыс жүйелей алсақ, дұрыс түсіне алсақ, бұны шеше алады. Бірақ та бізде өкінішке орай қазіргі қоғамда бізде ислам діні деген кезде енді сондай түсініктер бар. Былайша айтқанда жаназа, құдайы ас, балаға ат қою деген сияқты бір 3-4 мәселе бар. Осы 3-4 мәселенің төңірегіне шықпай қалған. Енді мен қажылыққа баратын, умраға баратындарды айтып отқан жоқпын. Енді олар баратын кезде ойланады олар ше, оны. Басқа кезде ол проблеманы қозғамайды мүлде. Демек осы санаулы бір 3-4 мәселе бар, жаназа бар, құдай ас бар, кейін жаңағы балаға ат қою, немесе бір дем салып жіберу, бір жаман түс көрген кезде деген сияқты. Міне осы 3-4 мәселе бар, болды. Ақиқатын айтатын болсақ, бұл 3-4 айтып жатқан қазір санап шыққан 3-4 нәрсе, 5-6 нәрсе, бұл ислам шариғатының 100-1 деп айтуға болады. Тіпті одан да мысалы 200-1 ма мүмкін. Өте былайша айтқан кезде ислам діні бұндай тар шеңберге тығып тастау, бұл былайша айтқан кезде ислам дінінен мүлде хабар жоқ деген сөз. Мүлде ол дінді бір ашып зерттеп көрмеген деген мағына.
мейлі ол айтуы мүмкін менің атам немесе менің әжем немесе осындайлар үлкен молда болған, үлкен әулиелер болған деп. Иә, оған келісеміз, өйткені ондай кісілер өтті бұл өмірден. Бірақ та ұрпағы ондай емес. Өйткені ол оқымаған, қарамаған. Енді ілім деген нәрсе бүйтіп аспаннан бүйтіп келіп қона салмайды ғой. Оны оқу керек, қарау керек, кітапты ашып деген сияқты мәселелер. Сондықтан да бұл діннің шеңберін қатты қысып тастау, адамның ойында қысып тастау, бұл өте нашар түсінік. Кеңейту керек ауқымын, ислам жайында ойды кеңінен қарау керек. Енді жаңағы бүкіл намаз оқитын немесе дінге кішкене бет бұрған бәрін бір радикал немесе басқа деп айту бұл ауыр енді. Дұрыс, қоғамда ондайлар болуы мүмкін, ондай топтар, ондай бағыттар немесе ағымдар деп айтайық болуы мүмкін. Бірақ та жалпыға барлығына сондай қара күйен жаға салу бұл енді өте бір ұнатылмаған нәрсе, дұрыс көрілмеген нәрсе. Иә. Жақсы. Ал мынау енді сол нәрсе жаңа айтқан көзқарастан үлкенірек, одан да ауырырақ бір көзқарастар қазір қоғамда шығып келе жатыр. Иә, қоғамда қазір былайша айтқан кезде дінге қарсы бір топтар бар. Иә, мысалы жоқ, мынандай нәрсе да, біз қазір жаңа айттық, не дін деген бұл ислам діні деген, ислам діні деген бұл барлық темаға, кез келген тақырыпқа өзінің бір айтары бар да. Мысалы экономика ма, оған айтады, бұны былай реттеу керек деп айтады, өзінің айтары бар. Яғни басқа нелерге ұқсап біздің исламдан үндемей тұрып қалмайды. Яғни бұны былай шешуге болады деп шешім ұсынады. Кез келген саясат болсын, мемлекеттердің арасындағы жүйелер болсын, жаңағы экономика, банк жүйесі болсын, басқа болсын, барлығына не айтады? Бір шешім айтады, бұны былай істеген дұрыс болады, сонда халыққа пайдалы болады, сонда біреудің ақысын жемейсің, осындай жаңағы былайша айтқан кезде проценттік жаңағы кредитке отырғызбай-ақ адамдардың жағдайын көтеруге болады, экономикалық жағдайын деген сияқты ұсыныстар айтады. Енді бұл әлбетте кейбір топтарға, кейбір нелерге ұнамайды да. Яғни барлық темаға исламның пікір айта беруі, и оны дұрыс айта беруі былайша айтқан кезде кейбіреулерге бұл қатты ұнай бермейді. Өйткені кейбіреудің қалтасына зиян болуы мүмкін, кейбіреудің орындығына зиян болуы мүмкін. Иә, сол үшін де қоғамға осы исламға қарсы кейбір нәрселер айтылып жатады. Иә, ол бар. Жақсы. Ал жаңа айтқанымыздай, осындай қарсылықтардан бөлек тағы бір бөлек нәрсе бар. Қазір әлеуметтік желіде көп ұстаздарымыз, басқаларымыз шығып не істеген кезде, яғни бұл атеистер. Яғни қазір атеизм деген нәрсе, соның белгілі бір адамдар шығып жатыр да, осылай исламға қатысты айтып жатады. Енді бұл атеизм деген өзі не нәрсе, ол қайдан шыққанын соны түсіндіре кетесіз ба? Жалпы атеизм қайдан шыққан деген бұл енді ұзақ сұрақтардың бірі. Біз енді барынша қысқартып жауап беруге тырысып көрейік. Жалпы мынау европалық психолог немесе пәлсапашылар, философтардың мынандай пікірлері бар. Жалпы адам баласы бұрындары ширкта болған дейді, көп құдайлықта болған дейді. Көп құдайлықта. Содан кейін бертін келе түзеліп, осы мынау жаңағы араб жазирасынан шыққан Мұхаммед келген кезде соны бір құдайлыққа түскен деп солай айтатындар бар. Оған бізде исламда олай айтылмайды. Біз өйткені не деп айтамыз? Ең алғашқы адам, ол адам ата, дұрыс па? Ол адам ата кім болған? Пайғамбар болған. Пайғамбар болған деген сөз не ол? Ол таухид, яғни бір құдайлық деген болған ода. Демек ол пайғамбар болып өзінің бала шағаларының нелерінің барлығына нені үйреткен? Сол бір құдайлықты үйреткен. Яғни былайша айтқан кезде адамның бастауы ол ширктан басталмаған. Керісінше бір құдайлықтан басталған. Кейіннен барып адасушылықтар жайлап пайда бола бастаған. Енді имам Розидің айтуы бойынша ең алғашқы, ең бұрынғы адасудың бірі бұл жаңағы мынау жұлдыздар, осы аспандағы соларға бір рух беріп, мысалы мынау арыстан жұлдызы деп соған бір рухтарды, мысалы пәлен арыстан бірдеңе, ең мықты арыстан өліп қалды, енді оның рухы көтеріліп пәлен жұлдызға орнықты деген сияқты, солай сондай бір түсініктермен солай адасулар басталған негізі жайлап. Біз енді аралықта көп адасулар болған, оның бәрін айтпай-ақ қояйық. Біз атеизмге қатысты жерін айтайық. Ол жер мынандай болады. Христиандық бағыт, білеміз, біз дінтанудан өткен кезде христиандық бағыт өте көп топтарға бөлініп кетеді. Өте көп деген топқа бөлініп кетеді. Білеміз, католик бар, православ бар, басқасы бар, бөлініп кетеді.
олардың өздерінің ішінде бір-бірімен келіспейтін нүктелер болды. Енді міне осы нүктелердің іштерінің бір олардың түсінігі мынандай түсінік бар. Құдай былайша айтқан кезде адаммен бірігіп кетеді деген. Құдай адаммен бірігіп кетеді деген түсінік бар. Қалай ол? Мысалға, Құдай деген ол бір сипат дейді. Бір сипат дейді. Құдай деген ол бір сипат дейді. Ол сипатқа енді мына бір зат қара ақ деп, қара ақ деген ол сипат қой. Ол сипатты бір зат керек та. Сол нәрсемен сипатталатын. Демек Құдай ол сипат болса, онда оған бір орын керек, бір зат керек дейді да. Сонымен сипатталатын. Сөйтіп ол зат не болды дейді? Иса болды дейді. Сөйтіп Құдай Исаға орнықты, Құдай Исаға енді дейді, былайша айтқан кезде. Еніп соған қосылып кетті, яғни екеуі бірігіп кетті деген сияқты пікірді айтады. Бұны неге айтып жатыр? Бұл енді христиандық бағыттың ішіндегі бір тармағы, бір идеологиялардың біреуі, бір пікірлердің бірі. Көп пікірлер бар ғой оларда да. Соның біреуі. Енді осы жерде шіркеуге, мысалы, Европада ояну дәуірі болады. Ояну, Европаның ұйықтау дәуірі бар, ояну дәуірі бар, білеміз. Сол ояну дәуірінде шіркеуге қарсы, осы түсініктерге қарсы біраз кітаптар жазылады, біраз пікірлер айтылады. Міне солардың ең ауқымды болған және көп адамға әсер еткен кісілердің бірі бұл Кант деген кісі болған. Бұл Кант осы шіркеуге қарсы пікірлер жазады. Сол пікірлердің бірі мынау. Енді ол кісіні де түсінуге болады. Ол кісі ақылын жақсы істеткен де. Ол кісі айтады, Құдай дейді, егер Исаға қонған болса дейді, онда дейді, пәленшеге де, түленшеге де қонуға болады ғой дейді, логика бойынша. Неге именно ол деген сияқты пікірді айтады да. Бір дейді. Екіншіден дейді, ол Құдай қонатын жер іздеп жүрсе дейді, ол Құдай емес қой дейді да. Былайша айтқан кезде шіркеудің логикаға келмейтін пікірлерін алға тартады. Осылайша шіркеуге былайша айтқан кезде не қылып тастайды? Қатты жауаптар айтып тастайды. Шіркеуге былайша айтқан кезде логикаға мүлде сай келмейтіндігін айтып тастайды. Сол уақытта Европа ояну дәуірінде. Содан кейін әлбетте Канттың тағы да сол кезде түсініктері болады. Діннің бізге қажеті жоқ деген сияқты. Өткен ғасырларда адамдар дінге бір мұқтаж болды, бір нәрсеге. Ал бізде қазір даму, өзі Европа жақсы дамып бастаған кезде, бізде қазір даму болды, бізге ол нәрсе керек емес деген сияқты пікірді айтады. Осы жерден енді Канттың атеист болғандығы немесе болмағандығы оны мен нақты айта алмаймын. Өйткені кітаптардың кейбірінде тауғид, бір құдайлықты айтады ше. Яғни мысалға христиандықтың үш құдайлығында сынға алады, және Құдай адамға еніп кетеді дегенде сынға алады. Сөйтіп былайша айтқан кезде ол бір Құдай болу керек қой деген сияқты пікірлер бар енді кейбір. Логика тұрғысынан. Иә, логика тұрғысынан ол соны айтады. Сөйтеді дағыны шіркеуге қатты жаңа сөз айтады. Соны Канттан кейінгілер, Канттың өзі де бірақ кейбір пікірлері бар. Жалпы дін деп сөз қозғап кеткен жерлері де бар да, жалпы діндердің барлығы мынандай деген сияқты сөз қозғап кеткен жерлері де бар енді. Міне осыдан кейін жайлап не басталған? Жаңағы атеизм деген пікірлер басталынған негізінде. Осылай жайлап кейін кітаптар аударылып, кейбіреулер Канттың кітабын оқып өзінше күш алып, солай басталынған негізі. Тағы да басқа нелер шығып. Тағы да басқалар шығып, солай кеткен. Енді мынау қазір біздің елімізде, қоғамдағы, біздің қоғамымыздағы, жалпы әлемдегі, бүгінгі замандағы атеизмнің көрінісі қандай? Қандай әдістері бар? Енді біздің қоғамда атеизм деген нәрсе шын керек, біздің қоғамдағы көп атеистердің жаңағы логикаға керісінше қараң, атеизм қалай Канттың идеологиясы қалай басталды? Логикаға сыймайтын шіркеуге қарсы пікірлер айтып бастады. Соған жауап беріп бастады. Енді қазіргі біздің елдегі кейбір атеистердің айтып атқаны, наоборот, олардың айтып атқан логикаға сыймайды. Наоборот, олардікі логикаға сыймайды. Сондықтан да біздікілер қазір, біздің атеистер деп айтамыз, білмеймін ғой, біздікілер Канттың логикасымен мүлде екеуі біраз алшақ. Қарама-қайшы. Кейбір нәрселерінде қарама-қайшы. Толық деп айта алмаймын, бірақ кейбір жерлерінде қарама-қайшылықтар бар. Сондықтан біздегілер көбінесе қырсықтық, немесе бір
жаңағыдай біреуді төмен санау, менсінбеу, міне осындай нәрселер. Жалпы енді әлемдегі атеизм деп айтатын болсақ, қалай айтуға болады оны? Мысалы, жалпы логикалық ілім, қай жерде логикалық ілімге тыйым салынады, сол жерде атеизм дамиды. Қай жерде логикалық ілімге тыйым салынады, сол жерде атеизм дамиды. Мысалы айтатын болсақ, мен енді өзімнің салам бойынша айтатын болсам, мысалы ашығын айтайық, Сауд Арабиясында да атеизм дамып жатыр қазір, қарқынды дамып жатыр. Неге? Өйткені ол жерде жаңағыдай біз қазір сәләфиттік, уахабиттік бағыт деген білеміз ғой енді. Сондай бағытты ұстанатын топтар бар да. И олар негізгі нүктелерде пәтуа беріп отқандар бар. Иә? Былайша айтқан кезде халыққа бұл жайында ойламаңдар. Бұл жайында жаңа Құдайды ақылмен дәлелдеу, Құдайдың бар екендігін ақылмен дәлелдеу, Құдайдың бар екендігін логикамен дәлелдеу. Бұған мүлде ойламаңдар. Бұл жайында мүлде бас қатырмаңдар деп не қылып тастап жатыр, үнемі? X қойып тастап жатыр. Иә, жауып тастап жатыр. Осының салдарынан сол жерде атеизм қазір қатты дамып кетіп жатыр. Демек, керісінше жауап беру керек. Керісінше жауап беру. Яғни логика дамыған жерде атеизм өледі. Логика қай жерде мықты дамиды, атеизм сол жерде өледі. Мысалы, Европада да, мысалы, қазір барлық атеист емес, ол мысалы Канттар Европадан шыққан, бірақ та қазірдің өзінде нелер бар? Шіркеуге баратын, не қылатындар өте көп. Америкада да мысалға білеміз, доллардың өзінде де жазып қойған нәрсені білеміз, Құдайдың бар екендігін осындай жазып қойғандығын. Демек, логика бар жерде ол атеизм болмайды. Ал логиканы тыйым салынған нүктелерде атеизм қатты дамып кетеді. Ол бір мынандай емес та, технологиясы дамыған елде атеизм дамиды деген нәрсе емес, олай емес. Ондай қағида жоқ. Технология дамыған жерде атеизм дамиды деген, ондай Индонезия болсын, Малайзия болсын, технологиялар жақсы, Сингапур болсын мысалға да. Бірақ дін ұстанушылар сұмдық қой жерде мысалға, бізден әлдеқайда көп та. Американың өзін айтып жатыр ғой. Американың өзінде барлығы олай процентпен есептесек, шіркеуге баратындар көп мысалға. Демек, бұл жер мәселе логикалық сана, осы мәселе болып есептелінеді. Жақсы. Ал әдістер туралы? Енді әдістері мынандай нәрсе бар да. Біз жаңа Кантты айттық, сол жақтан келейік. Кант жалпы бұған идеологиямен, пікірмен жауап берген шіркеуге. Сол уақыттарда енді. Бірақ та жаңа кейіннен кімдер, Карл Маркс сияқтылар жоқ дейді, дінді бұл апиын, бұны қару жарақпен болсын құрту керек деген пікір ұстанған. Сол үшін Совет үкіметін не істеген? Сол кімнің теориясын алған ғой енді, соның идеологиясы. Қазақ жерінде болсын, осы Совет үкіметі орнаған жердің бәрінде мәжбүрлеп атеизмді кіргізген. Мәжбүрлеп. Құдай бар, жоқ, ат тастаған, сондай нәрселер болған. Мәжбүрлеп кіргізген. Ал Совет үкіметі кетті, енді бітті, дұрыс па? Енді олар көрді да. Совет үкіметінің шыққан кезде халық дінге бет бұрғанын көрді. Енді жаңа әдістер ойлап табу керек болды. Яғни жаңа әдістер қолдану керек болды. Енді қандай әдістер қолданылады? Бірнеше әдістер қолданады бұл жерде. Бірнеше әдістер этап-этаппен қолданады, деңгей-деңгеймен. Мысалға, бірінші кезекте діндарларды абыройын түсіру. Масқаралау. Діндарлардың абыройын түсіріп, масқаралау. Мысалға, ол имам болсын, ұстаз болсын, абыройын түсіріп, масқаралау. Сол үшін, субханалла, соншалықты, мысалға, марқұм Абдуғаппар Ұстазда молдалар туралы жаман айтатындар деп уағыздары бар ғой, жаңағы молдалар туралы молдалар жамандайтындар деген. Абдуғаппар Ұстазда тірі кездерде басталған нәрсе бұл, негізі жайлап. Сол кездерде басталған нәрсе. Қазір біраз деңгейге жетіп қалды. Бұны жетіп қалған, мен бір мысалмен айтайын. Бір жігіт мектепте оқиды екен да, кішкентай бала ғой енді, кішкентай бала. Сөйтіп, әкелерің қандай жұмыс істейді, соны жазыңдар деген ғой, дәптерге, неге. Сол ана жігіт ұялған ғой. Әкесі имам екен да. Кәдімгі қысылып, ұялып, айтуға ұялып, датаво көрдің бе? Демек, имамдық дегенді, молдалық имамдық дегенді, сондай деңгейге уже не қылып тастады,
Бұл нені білдіреді? Олардың уже бұл деңгейден өткендігін білдіреді. Бұл этапты уже орындап келесі этапқа өткендігін білдіреді. Уже қоғамдағы уже балдардың әкесінің имам екеніне ұялып қалуы бұл нені білдіреді? Бұлардың жоспарларының бір бөлігі орындалғанын білдіреді. Көрдіңіз бе? Енді бұлар одан кейінгі этапқа өтті. Бұл этапқа да өтіп кеткеніне біраз болды негізі. Ол қандай этап? Пайғамбарға тіл тигізу. Пайғамбарға тіл тигізу. Бұл этапқа да өтіп кетті. Өтті бұлар. Бұл этапқа да өтті. Неге бұлай болып жатыр? Өйткені қараңыз. Діндарларға тіл тигізсе, имам молдаларға, ұстаздарға тіл тигізетін болса, халықты дінге шақыратын адамдардың абыройы жоқ болса, ешкім тыңдамайды оны. Енді мысалы абырой жоқ біреуді тыңдамайсың ғой. Сенің ойыңда осы адам дұрыс адам деген адам тыңдайсың. Авторитет болып. Авторитет, яғни менің ойымда бұл адам жақсы адам, дұрыс адам болса, мен оны тыңдаймын да. Болмасы қайдағы біреу болса, мен тыңдамаймын оны. Осы қайдағы біреу қылып тастап жатыр да. Не үшін? Тыңдамау үшін. Өйткені олар дұрыс нәрсе айтып қою мүмкін, айту мүмкін да. Қойыңдар, тоқта, бұл қалай деп айту мүмкін да. Ол тыңдамаса, демек уже біраз процент тыңдамайды деген сөз. Уже басқа этапқа өтеді. Ол екінші этап пайғамбар. Пайғамбар, субханалла. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламға да бұлар кейбір нелерді айтқан, пікірлерді айтады да, осындай жаман нәрселерді айтады. Бұның барлығы не? Оның жүрегінен уже бұл иманға әсер етеді. Бұл қиын мәселе. Енді бір этапты айта кетейін, ол ұмытып кеттім. Пайғамбардың алдын сахабалар деңгейі болды. Осы сахабалар деңгейінде бұлар кішкене ол жерде де өз әрекеттерін жасады, әдістерін. Сахабаларға тіл тигізу. Тіпті қоғамда мынандай адамдар пайда болды. Сен бізге сахабаларды айтпа деген адам пайда болды. Қара, мынандай нәрсе бар да. Сен бізге Машһур Жүсіпті айт, Абайды айт, Шәкәрімді айт, бірақ сахабаларды айтпа деген түсінік пайда болып қалды. Арабтарды айтпа деген сияқты. Енді сондайға барып қалды. Бұл да бір этап. Бұл да бір этап. Дінсіздікке апарудың бір этаптарын бір. Неге? Өйткені дін сахабалар арқылы келді. Мысалы қара, сен Абайды мойындайсың, Шәкәрімді мойындайсың, Машһур Жүсіпті мойындайсың. Ал олар сахабаларды мойындайды да. Бір парадокс дейміз бе, не дейміз? Парадокс. Бір қызық дүние да. Абай мойындайтынды мен айтып жатсам, сен маған оны айтпа, Абайды айт десең. Яғни екеуінде айта берейік та деймін да, мен оған айтамын да. Абайдың өзіне қарсы. Екеуінде айта берейік та деймін да, мен оған айтамын. Қойшайш деймін ғой енді. Жаңағы бастың айтатын де қойшайш деп. Бұл этап болды, субханалла. Бірақ бұл өте қауіпті нәрсе. Бұл да өте қауіпті нәрсе. Неге? Өйткені біздің сенімімізде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадистері бар. Сахабаларды жақсы көру иманнан, сахабаларды ұнатпау бұл мұнафықтықтан деген хадистер бар, сахих хадистер бар, субханалла. Бұны абайлау керек. Құдай сақтасын, бұдан кейінгі этапқа да бұлар өтті. Негізінде ол пайғамбарға тіл тигізу, пайғамбарға да тіл тигізді. Бұның бәрі жаңағы жүректегі сол сахабалар, сол жаңағы пайғамбар, соған жүректегі махаббаттың деңгейін түсіру. Жайлап, адам өзі байқамағанда. Мына Гитлердің бір сөзі бар, ол кісі айтады, бір өтірікті халыққа өткізгің келсе, минбарға шықты, айта бер дейді. Яғни биік жерге шықты, трибунаға шықты, айта бер соны дейді. Айта бер, бір күн өтеді ол дейді. Шын деп ойлайды бәрі дейді. Негізі ол өтірік. Сол сияқты бұлар интернеттен де басқа жақтан да айтыла берді, кейбір адамдар шынымен солай ойлап қалды. Құдай сақтасын. Сондықтан бұны алданбау керек, бұл әдістердің бірі. Одан кейінгі этап әлбетте жаңа Құдайдың өзіне әңгіме айту. Бұл енді былайша айтқанда батыл жету дейді ғой, батыл жету. Мысалға біздер жаңағы Құдай неге бүйтпейді деген мәселе. Құдай сенен сұрамайды ғой. Бүйтейін ба? Так, бақа. Олай қылсам қалай деген, Құдай сақтасын, аузубилля, Құдай сақтасын. Олай жасалмайды. Ол өйтсе Құдай емес та ол. Сенен сұраса, менімен ақылдасса, мысалы, Құдай ма ол? Құдай емес та. Бұлар не дейді? Бұлай қылмай ма, бүйтпей ма, уже бұл этаптың бәріне өтіп, сол жоғарғы деңгейге өтіп кетті бұлар. Яғни бұлардың жаңағы таза логика емес, бәлки жаңағы бір өздерінің кейбір түсінбеген мәселелерін дінді қарағып көрсету бар. Діндегі бір мәселені түсінбеген, енді ол не істейді? Целый дін жаман дейді, болды.
Надандық, иә. Бұл жерде надандық. Жақсы. Демек, ол ондай адамдардың, атеистердің негізгі проблемасы, олар не ізденбеген, не қате бір өздері секілді атеистерін тыңдап алып, сонымен Қате, кетіп қалған, иә. Жақсы. Сондай. Енді мынау біздің қазіргі жиі мысалға, иә, мұсылмандар, олар ақылға сүйенеміз деп айтады. Иә. Атеистер, олардың сөзін тыңдайтын болсақ, олар да біз де ақылға сүйенеміз деп айтады. Екі топ бір-біріне қарама қайшы, бірақ екеуі де біз ақиқаттамыз, ақылға сүйенеміз деп айтады. Ақылға сүйенеміз дей ма? Иә. Бұл қалай? Жалпы Құранда өте көп жерде ойланбайсыңдар ма деген нәрсе келген. Яғни ақыл жүгіртпейсіңдер ма деген келген. Бізде мен жаңағы ағымдар емес, таза ислам діні, таза әхлу сүнна уал жамаа, матруди, ашари, екі мазхаб әхлу сүнна болады. Таза осы мазхабтар логиканы, ақылды қабылдайды. Құдайды логикамен, ақылмен табуға болады. Әсіресе имам Матруди айтады да. Бұл ақидадағы мазхабтар. Ақидадағы мазхабтар. Бұлар ол кісі айтады. Имам Матруди дегеніміз қабірі Самарқанда. Өзіміздің жақтан шыққан кісі, үлкен жаңағы ислам мазхабын құрған үлкен жаңағы логикасы несі бәрі мықты болған. Осы айтады, ақылмен Құдайды табуға болады дейді. Көрдің бе? Енді бұл жердегі мәселе қандай? Бұл жердегі мәселе мен өзім ойым, жалпы. Менің өзім ойым. Бұл жердегі мәселе былай. Әңгіменің басы, жаңағы пәленшенің сиыры деген сияқты, әңгіменің басы Канттан басталды. Қайтадан Кантқа қайтамыз. Эммануэль Кант. Ол кісінің кітабы бар, атақты кітабы. Бұл өте көп тілдерге аударылған. Білмеймін, қазақшасы бар, жоқ, арабшасы бар енді. Нақт лимужарл ақыл деген бар. Яғни аударсақ, таза ақылға сын деген. Ақылға сын? Сын. Иә. Таза ақылға сын деген. Енді ақылды бөледі ол кісі. Ақылды бөледі. Физикалық тәжірибелерге сүйенілмеген ақыл болады дейді. Физикалық тәжірибеге сүйенілмеген. Яғни? Қазір айтамыз. Екіншісі физикалық тәжірибеге сүйенілген ақыл бар дейді. Ақылды екіге бөледі. Солай бөледі. Енді мәселе осы жерде. Құдай физикалық дене емес та. Демек біз Құдайды физикалық тәжірибеге, химиялық болсын, лабораториялық қой, сондай физикалық тәжірибеге сүйенілмеген ақылмен таба аламыз деп айтамыз. Яғни мысал қара. Бүтін нәрсенің бір зат болсын, кез келген затта, соның соның жартысы бүтіннен кішкентай бола ма? Кішкентай болады. Бұған тәжірибеге өткізу керек емес пе? Жоқ, ақыл сразу мойындайды, дұрыс па? Немесе мысалы айтсақ та, мысалға Азекеңді айтатын болсақ та, бұл кісінің әкесін айтатын болсақ, тәжірибенің әкесінің жылын сұрамай-ақ, Азекеңнің жылын сұрамай-ақ, нені білеміз? Азекең әкесінің кішкентай екенін білеміз. Жас кішкентай екен. Демек, әкенің үлкен болатындығы, баланың кішкентай болатындығы, бұның жылдарын сұрамай-ақ білеміз. Немесе жаңағы жарты нәрсе бүтіннен аз болатындығын, кіші болатындығын білеміз. Бұның бәрі дейді, ақылға, тәжірибеге сүйенбей-ақ білінеді дейді. Логика бұны табылады дейді. Логика таза, ақыл тәжірибеге, физикалық бір элементтер, бір нелер, жаңағы химиялық элемент, физикалық бір формула, сондайға сүйенбей-ақ бұны айталады дейді. Иә, осындай деп айталады дейді. Осы ақылмен, біз ислам ғұламалар айтады, осы ақылмен Құдайды таба аламыз дейді. Құдайдың бар екенін дәлелдей аламыз дейді. Осы ақылмен. Ал кімдер? Кант осы ақылды сын деп кітап жазған. Осы ақылға сын деп. Яғни бұл кісі бұл ақылды жоққа шығарады. Бұл ақылды дұрыс емес ақыл, яғни бір деңгейге барып, бұл ақыл былай шыққан кезде теріске сыни пікір айтады осы ақылға. Ол кісінің ойынша негізгі ақыл ол тәжірибеге сүйенген ақыл. Тәжірибеге сыймайтын нәрсе ма? Демек, оның бар не жоқты деп те айтпаймыз дейді. Сол үшін де Канттың айтатын мәселесі Құдайды бар деп те жоқ деп те айтпаймыз дейді. Қазіргі атеистер сияқты мүлде жоқ деп айтпаймыз дейді. Бәлки бар деп те айтпаймыз, яғни күмән. Яғни физикалық тәжірибе қыла алмадық болған, көзбен көрмедік деген сияқты. Демек, оны бар деп те айтпаймыз, жоқ деп те айтпаймыз деген сияқты пікір айтады да. Екеуінде ақылға сүйенеміз деп отқан осы. Біздер имам Матруди болсын, имам Ашқари болсын, имам Ғазали болсын, имам Рози болсын, тіпті одан бөлек те жаңағы кімдер болсын, жаңағы
Әл-Фараби болсын, Ибн Синалар болсын, тіпті Аристотельдер болсын, бұлардың Платон болсын, олардың барлығы осы логиканы айтқан. Осы логикамен Құдайды табуға болады деген. Тәжірибесіз ақыл. Тәжірибесіз ақыл. Осы ақылмен Құдайды табуға болады деген. Ал мына жақтағылар уже сол үшін де кейбір философиядағы Кантты былайша айтқан кезде мужаддид дейді ғой, жаңартушы, философияны жаңартушы деп атайды. Жаңа жол қойған да. Мына ақылды сырт тастап, мынандай ақыл бар деп сол шығарған. Мәселе осы жерде. Екеуі де ақылға сүйенеміз дейтін сол. Біз айтамыз, шынымен де ол дұрыс түсінікті нәрсе. Физикалық тәжірибеге сүйенілген ақылмен Құдайды таппайсың. Ол анық нәрсе. Өйткені Құдай ол физикалық дене емес, сенің тәжірибеңе өтетін. Көзбен көретін, басқа қылатын, не қылатын, ол ондай нәрсе емес. Ондай зат емес. Аллах Тағала еш нәрсеге ұқсамаған, жалғыз сондай зат ол. Егер ондай болғанда бәрі иман келтіріп кетеді. Егер көрінетін болғанда бұл негізі өте үлкен сынақтардың бірі. Көрмеген Құдайға иман келтіру. Бұл оңай емес. Бұл негізінде өте үлкен сынақтардың бірі. Субханалла. Сол үшін де мынау пұттарға, нелерге табыну деген осыдан шыққан. Осы пәлсападан шыққан. О қандай? Неге біз көрмеген Құдайға мінәжат қыламыз? Мүмкін ол естіпей жатқан шығар. Одан да лучше давай бір пұт ұстап алайық, соған сөйлейік. Ол ары қарай жеткізсін. Сол жеткізсін. Ол біздің басымызды қатырып, пәлсапа осы жерден шыққан. Демек, былайша айтқан кезде сол үшін де жаңағы мүшриктер мен атеистердің пәлсапалары бір-біріне жақындау. Мүшриктер де Құранда айтады. Мүшриктер не деп айтады? Бізді жоқ қылатын нәрсе тек қана уақыт дейді. Илля дәһр деп айтады. Бізді тек қана уақыттың өтуі құртады дейді. Яғни қартайып, құрып, сонымен уақыт өте солай кетеміз дейді. Құдай құртады емес та. Бұндай көрінбе. Демек, жаңағы мәселе, жаңағы пәлсапада болсын. Көру керек, біз көрмеген Құдайға не қыламыз деген сияқты. Ол да бір пәлсапа. Кейін уақыт қана құртады. Құдай бізді құртпайды, уақыт құртады деген бұл да бір пәлсапа. Бұлардың бәрі мүшриктерде болған негізінде. Мына бір пәлсапа, жаңағы ол Құдай болса неменеге көрмейміз деген теманы айтатын атеистердің несі, ол да сол мүшриктердің пәлсапасын жақын. Мүшрик деген ол көп Құдай. Мүшрик деген пұтқа табынатындар. Жақсы, ұстаз. Енді кейбір сұрақтарына жауап бере кетейік. Осы жерде жарықтық айтсаңыз. Мысалға, енді көп еститін сұрақтардан жаңа сіз айттыңыз ғой, сенен сұрамайды ғой деген сияқты. Сол секілді сұрақтар қояды да, мысалға. Құдай бар болса, неге жамандықты жаратады, неге зұлымдықты жаратады деген сияқты сұрақтар қойып жатады да. Осы балалар туылғаннан ауру болады деген сияқты. Енді бұл сұрақтарға бұл мәселе жалпы атеистердің көп қоятын мәселесі, бірақ та бұл жерде мәселе мынандай да. Бұл сұраққа жауап беру үшін, немесе бұл сұраққа қанағаттану үшін адам бірінші Құдай жайында оны түсінігі болу керек. Құдай жайында түсінігі болу керек. Дұрыс түсінігі болу керек. Мысалға, мен бұлдай сұрақ қойған адамға бірден жауап бермес едім. Бәлки одан сұрайтын едім. Құдай жайында түсінігің қандай? Құдай жайында не ойлайсың? Деген сұрақ нелер айтады. Сол кезде бізде ортақ бір пікірге кеп алсақ, Құдай жайында дұрыс түсінік қалыптастырсақ, одан кейін барып жауап беретін. Бірден оған жауап бермес едім. Мысалға айтатын болсақ, Құдайдың өлшемі, яғни адамдарға қойған өлшемі басқа, біздің ойымыздағы өлшем басқа. Мысал айтайын. Біз балдарымыз мектепке жібереміз, таңертең ұйықтап жатса да, ұйқысы бүйтіп қанбай күнімен ойнаған, мысалға да, жексенбі күн күнімен ойнап шаршап, понедельник, дүйсенбі күн шаршаса да тұрғызып, қинап, ұйқысыратып, машинаға салып жібереміз мектепке. Неге өйтеміз? Өйткені кішкене қиналсын, ары қарай рахатын көреді дейміз. Дұрыс па? Дәл сол сияқты, мысалы кейбір жерлерде соғыс болып жатады, басқа болып жатады. Біз білмейміз ғой даналығын. Мысалы, Аллах Тағаланың өлшемі пенделерге қойған өлшемі. Біздің ойдағандай өлшем емес. Яғни мысалға, ол 10-20 жыл қиналуы мүмкін да, бірақ оған мәңгілік жәннат бар шығар. Мәңгілік ойлашы, сен ол 100 жыл емес, 1000 жыл емес, мәңгілік жәннат бар шығар. Аллах Тағаланың даналығы да мен айтамаймын, тура үстіп жатыр Аллах Тағаланың даналығы. Дәл осы деп ше. Өйткені мен Құдайдың несін білмеймін ғой. Бірақ мүмкін да, яғни мысалға 10-20 жыл қиналса, кейін мәңгілік жәннат берем болған деген сияқты. Не болыпты? 10-20 жыл қиналсаң, мәңгілік жәннат табасаң, ол мысалы біз оны өмірде
әке-шеше баласына немесе мұғалім шәкірттеріне де айтады. Қазір студент оқып жүрген кезде қиналып жақсылап оқываңдар, ертең рахатын көресіңдер, осының диплом алғаннан кейін жұмыс істеп жаңағы рахатын көресіңдер деп айтып жатамыз ғой біз. Көрдің, осындай дүниелер бар да. Сол үшін де ол құдайға деген түсінікке байланысты бұл. Құдайға деген түсінік дұрысталса, сол кезде барып жауап беріледі. Бұл атеисттер төтесінен келеді да. Бұл ол кезде ол болмайды да. Әлі құдайды танымаған, құдайды білмеген адамға бұны қалай жауап бересің? Демек бұл уақытша сынақ. Иә. Уақытша сынақ, иә. Енді осы кезде бір жалпы мынандай нәрсені айта кетсеңіз, логика жайында айттық қой жаңа. Осы кей кезде бұл да бір енді құйтырқы әдіс дейміз бе, қалай дейміз, сондай бір сұрақтар қойылады да кейде сол атеистердің тарапынан. Енді білмеген, оқымаған кісілер жауап бере алмай қалуы мүмкін. Осы секілді сұрақтар. Енді өзі де біртүрлі естіледі бұл сұрақ, бірақ Құдай өзі көтере алмайтын тасты жарата ма деп айтып жатады. Болмаса сол секілді бір логикаға қисынға келмейтін сұрақтар қойып жатады да. Бұған қатысты мұсылмандар нені білу керек осындай сұрақтар қойылған кезде? Біріншіден, бұл сұрақ дұрыс емес. Неге? Неге деген нәрсе ол. Неге сұрақ дұрыс емес? Өйткені өзі секілді деу проблема. Неге? Өйткені Құдайға ұқсайтын еш нәрсе жоқ. Яғни өзі секілді жарата ала ма деген. Өзі көтере алмайтын тас. Өзі көтере алмайтын деген бір. Екіншіден, көтере алмау деген мәселе бар. Мысалы сен қанша килограммсың? 65, мысалы 65. Мысалы 200-ді көтере аласың ба? Жоқ. 300-ді? Жоқ. Көрдің ба? Бірақ 50-ді мүмкін. 20-ны? Мүмкін. Көрдің ба? Демек, онда Құдайдың килограммы қанша деген мәселе шығады. Көтере ала ма десең. Құдай, өзің сақта, Құдай бұндай нәрседен пәк әлбетте. Сол үшін сұрақ дұрыс емес. Біз өйткені Құдай жайында айтқан кезде не деп айтамыз? Ол еш нәрсеге ұқсамайды. Салмағы жоқ, ондай салмақ дейтін, өлшем дейтін, пішін дейтін, о нәрсенің бәріне пәк. Өйтсек, онда салмақ берген боламыз. Өйткені біз білеміз, салмағы примерно жақын болса көтере алады. Шли ауыр болса көтере алмайды. Онда ол салмағы бар деген теория шығады. Ол салмағы бар деген теория бұған ақыл көнбейді. Онда ол Құдай емес. Сол үшін сұрақ дұрыс емес. Немесе бұл жай сөздің ойыны, бұл сөзбен шымшып алу. Риторика. Риторика. Бұл сөзбен, көрдің бе, позор қылдым, дым ештеңе айтамай қалды. Көрдің бе, ешкім, қай мұсылманың айтып жатыр. Мен бірақ сұрақ қоям, кез келген имам демей қойса, кез келген мұсылманның аузын өшірем деген типа жаңағыдай әдістердің бір. Жаңағыдай адам әлі өлі, әрі тірі деген сияқты. Болмаса әрі бар, әрі жоқ деген сияқты. Сол сияқты. Сол сияқты бір нәрселер. Жақсы. Жалпы ұстаз енді осы айтқан бөлімді бір қорытындылау үшін, мынау қазір мұсылман жамағаты, мұсылмандар осы атеизмге жалпы, біздің қазір қоғам осы атеизмге алданбас үшін, жалпы идеологияларға, бір қате идеологияларға алданып кетпес үшін, жаман дұрыс емес жолға түсіп кетпес үшін, не нәрсені білу керек, қандай қағидалар бар, қандай құралдар бар? Енді мен мынау күмәнда жүрген жігіттерге, жастарға, қыздар болсын, жалпы атеизм дұрыс па, ислам дұрыс па деп күмәнда жүргендерге айтарым, ынсап деген, яғни 50-50, яғни ортада тұрып. Яғни мынандай нәрсе бар да, түсініңді, бұнан түсініп алайықшы. Кейбір оқыған жігіттерде мынандай түсінік бар. Бұл діндарлар логикасы жоқ деген түсінік бар оларда ше. Адам деген сияқты. Яғни діндарлар үнемі логикасы жоқ нәрсені айтады деген түсінік бар. Яғни оған бірдеңе айтайын деп жатсаң, ода антивирус бар да. Алдын ала. Оған Европа құйып тастаған ба білмеймін енді, ол жағын мен не қылмай ақ қояйын. Бірақ та алдын ала ода ішінде вирус бар. Қандай вирус? Алдыңда сөйлеп жатқан діндар, бұда логика жоқ деген. Көрдің ба? Сол үшін тыңдамайды. Сол үшін тыңдамайды. Төмен көреді. Пәс дейді ғой, төмен көреді. Төмендегінің сөзін алу қиын да адамға.
Иә. Мысалы бірінші екінші класс деп, мысалы бірінші екінші класстан да мықты сөздер шығып қалуы мүмкін ғой негізі кейде. Бірақ сен бірінші екінші класс деп уже күліп қалдың ба, демек сен тыңдамайсың ғой негізінде. Нормальный нәрсе айтып жатқан болуы мүмкін, ол қойсай бір нәрсе деп ше, арақ ішпесей деп мысалы кейде айтып жатқан болуы мүмкін да. Бірақ сен тыңдамайсың ғой оны, өйткені ол бірінші класс айтып жатыр да саған. Мысалы бірінші класстың балдары кейде ағаларына айтады, темекімен ұсталып қалса ше, аға қойсай, әкем айтып беремін деп ше, мысалы нормальный нәрсе, қойсай аға деп ше, ол нормальный нәрсе айтып жатыр. Бірақ сен дұрыс нәрсе айтып жатыр. Бірақ сен бірінші класс деп алмайсың оны, дұрыс па? Тура сол сияқты оның миында не бар? Бұл діндарларда логика болмайды деген вирус қағида бар басында. Қағида ма әйтеуір бірдеңе бар. Осы құйып тастаған сондай не бар. Осыдан арылу керек та. Осыдан арылып, мен ол діндарлардың бәрі ойбай жаңағыдай деп жатқан жоқпын. Мен өзім діндарлар өйтіп не қылып жатқан жоқпын. Просто сен ынсаппен қарасай, орта жолмен қара. Ақиқат тапқың келе ма? Мына жақта исламда дұрыс болу мүмкін. Логикасын тыңдап көрейінші де. Атеизм мақұл. Осы орта жолмен қарашы, табасын тура жол сол кезде ше. Яғни жаңағыдай төмен, бұларда логика жоқ деген пікірмен, сондай вируспен қарайтын болсаң, ол кезде таппайсың. Ол кезде тура жол таппайсың. Мен орта жолмен қара деп айтамын. Өйткені біздің Құдайға шүкір ислам бұндай логиканың кез келгеніне жауап бере алады ше. Керісінше құп көреді, ізденуді құп көреді и жауап бере алады. Логикалық сұрақтардың кез келгеніне жауап бере алады. Өйткені бізде имам Матруди бар, имам Ашхари бар, имам Насафилер бар. Насафилер мынау Самарқанның қасынан шыққан, Ибн Синамыз бар, басқа бар. Көп бізде. Құдайға шүкір біреу болмаса біреудің кітабынан жауап табылады ше. Ол біз қысылмаймыз ше. Просто адамды табу керек, дұрыс адам табу керек и соған дұрыс ойларын, сұрақтарын қоя алу керек. Осы тұста бір мынандай бір нәзік нәрсе бар да. Адам, енді бұл менің өзімнің жеке сондай бақылауым ба әлде, адам өзін алдауы да мүмкін ше. Сіз жаңа ынсаппен қара деп айтып жатсыз ғой, мына жақта мына жақта. Кей адамдар өзін алдауы мүмкін да. Мен исламды қарадым деп, бірақ өзі қарапайым ютубқа кіріп, неге ислам жаман деген сияқты бір видеоларды сондай іздеген да, ол неге ислам жақсы деген сияқты видеоларды емес. Осындай да бір өзінің алдауы болады екен. Бұл алдау, өз-өзін алдау, біріншіден, екіншіден бұл енді әлі ештеңе істеген жоқсың деген сөз. Сен осылай отырып сөйлескен жоқсың. Кейбіреулер бар, мен іздендім дейді да. Не істедің ізденіп десең, Инстаграмда оны дайрегіне жаздым дейді. Еще ол кішкене жазған, ол уақыты болмай жауап бермеген, ол жауап бермеді дейді. Ұстаз кісілер. Ұстаз кісі ол уақыты болмай бір астыға түсіп кеткен бұл көк адам жазатын болса мысалға, сонымен ол жауап бере алмады деп қояды кейде. Ой, қатты кетеді. Сондықтан ол іздену болмайды, ізденуге жатпайды. Іздену деген бару керек, көру керек. Мысалы Ибн Сина Әл-Фарабидің кітабын түсіну үшін 40 рет оқыған деген кітаптарда бар. Ибн Синаның өмір баянын айтқан кезде Әл-Фарабидің жазған кітабын түсіну үшін 40-тан астам оқыған екен ше. Мүмкін бе? Іздену керек та, ол не ол бір-екі жазасын болды сонымен деген сияқты ол. Сондықтан ол ізденіске жатпайды. Енді мен жаңа сөзім жалғастыратын болсам, жаңағы бұл енді күмәнда жүргендерге. Мен жаңа насихат, жаңа нәрсе күмәнда жүргендерге. Енді мен айтқым келетіні, кімдерге айтқым келеді? Мысалы мешіт жамағат, дінді ұстанып жүрген мешіттегі намазхан, намаз оқып жүргендерге айтқым келеді. Егер жүрегіңде күмәнің болса, онда ұстаздарға барып тіке сұра. Қашпа. Ойлама, біреу айтады, ұстаздың мысы басады дейді. Қайтейін мысы басса? Сен қияметің тұр ғой мына жақта. Құдайдың алдында жауап бересің, пайғамбардың алдында ертең тұрып жауап бересің. Не біреудің мысы басты деп. Ол да адам ғой, саған сұрай бер бар да. Сұра, қама артынан бар, жүр, сұра. Осы. Бірақ ешқандай күмәнің ештеңең жоқ болса, просто уақыт өткізу үшін атеистермен таласқан видеоларды көріп жата берме. Не керек саған? Күмәнің болса, тіке ұстаздардан барып сұра. Мен атеистермен таласуға, видеоға шығуға болмайды деп айтқан жоқпын. Шығып жүр ғой Нұржан деген бауырымыз. Алла разы болсын, шығып жүр мысалға да. Ол болмайды деп айтқан жоқпын. Болады, бірақ кімдер үшін ол? Күмәндағылар үшін. Бірінші топта күмәндағылар үшін. Сен мешітке 5 уақыт намазға барып жүрген адамсың. Сен Құран тәжвидті түсіп оқып жүрген адамсың. Не қыласың сен оны көріп? Бірақ бірдеңе мақұл шығып қалма алдынан, кірді, Нұржан ұстаз болсын, жаңағы исламды қорғап атқан, Алла разы болсын деп жазып кет болды. Қолдау үшін. Лайкын егер сол канал дұрыс канал болса, лайкын басып, ұстаздың өзінің каналы болса, лайк басып кет. Болды, нең бар сенің? Отырып алып, үйде жатып алып,
уақыт өткіземін қаны кім жеңеді екен мынау жауап бере алмай қалды нең бар ертең өзің құртыласың күмәнға түсіп өзің күмәнға түсіп қалуың мүмкін өзіңді өзің жеп қоюың мүмкін кейде өзің күмәнға түсіп қалып ше нең қыласың мен логикалық ойлаудан қаш деп жатқан жоқпын керісінше кітап оқы абайдың кітабын оқы мәшһүр жүсіп кітабын оқы имам ғазалидің кітаптары бар логикалық дамытатын кітаптар көп қой өмірде не деген кітаптар бар дұрыс па алаштықтардың жазып кеткен еңбектерін қазір жақсы шығарып жатыр оқы соларды оқы мен оқыма дегенге апарып жатқан жоқпын иә нең бар деп жатырмын да ол ютубта ол нәрсені отырып алып болмайтын жаңағындай уақыт өткізіп ше ол саған емес ол деп жатырмын сен үшін емес ол видеолар осыны айтқым келеді сіз жаңа айтып қалдыңыз ғой ұстаздың мысы басады деген сияқты нәрсе айтып қалдыңыз ғой тағы мынандай болуы мүмкін да кей жастар әсіресе мысалға жастарда яғни мен қатарлы жаңағы осы біздің олар былай ойлауы мүмкін да күмән келсе ұялады да оны айтуға ұстаздан сұрауға немесе қорқады күмән келсе мен діннен шығып кеттім ба деген сияқты солай адам қорқуы мүмкін ше и солай сол ішіндегіні тұншықтырып жаңағы күмәнін бүйтіп не істеп бармай жүреді да мысалға ұстазға сұрамай жүреді өлтіріп тастауға тырысады да жаңағы сұрақты осындай кезде не істеу керек бұл енді жалпы екі адам ілім ала алмайды дейді ғой жаңағы бірінші тәкаппар адам екінші ұялшақ адам осы ұялшақ адамның қатарына кірмеу керек ұялмай пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтар мына ансарлық яғни медина тұрғындары ғой ансар деген ансарлық әйелдерге алла разы болсын дейді алла берекет берсін алла мен дұға қылады сондай жақсы дұға қылады не үшін десе бұларды діндерін үйренуге ұят кедергі болмады дейді ұят кедергі діндерін үйренуге ұят кедергі болмады дейді енді ансарлық әйелдер тіке барып сұрай беретін болған болып тұр ғой жаңағы көрдің ба пайғамбар мақтап жатыр бұны ұялмай ма деп жатқан жоқ бұндай сұрақ қоюға ұялмай ма деп жатқан жоқ мақтап жатыр бір екінші бұл сол үшін ұялмай сұрай беру керек бұл бір екінші мәселе жаңа діннен шығып кетпей ма ойлар келсе деген сияқты күмән келсе деген сияқты бұл жайында пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламнан хадис келеді бір сахаба келіп айтады ішіндегі дертін айтады міне тура осылай дертін айту керек адам ше айтады пайғамбар саллаллаху оған да айтады сендердің біреулеріңе дейді шайтан келеді дейді әлемді кім жаратқан деп айтады дейді сендер ол шайтанға әлемді құдай жаратқан деп айтасың дейді алла жаратқан деп кейін ол шайтан бір айналып келіп тағы миыңа қояды дейді ой салады дейді қандай құдайды кім жаратқан деген ой салады дейді сол кезде аллаға және пайғамбарына иман келтірдім деп жаңағы сол кейбір нелерде сол жаққа кішкене түкіріп жіберуді айтады енді жалпы сол жаңағы аллаға және пайғамбарына иман келтірдім деп солай айтып ол ойдан арылыңдар деген міне осындай ой келе берсе пайғамбарымыздың тағы бір хадисі бар міне осы иман деп айтады бір сахаба айтады да мен қашқақтаймын дейді ше сондай ой келсе жоқ астағфиралла деп қашқақтаймын дейді аллаға пайғамбарына иман келтіремін мен деп ойдан қашамын дейді ше қорқамын дейді пайғамбар айтады осы иман дейді ше осы иман дейді демек ол сол үшін де әлі кәдімгідей былай айтқан кезде 80% сондай деңгейге жетпеген болса жаңағы ой басым ой дейді ғой басым ойға жетпеген болса просто жай ой болса онымен діннен шыға қоймайды и ол қорқып жатқан болса онда діннен шықпайды иншалла тіпті жақсы иә қорқып жақсы бірақ әлбетте үйтіп жүре бермеу керек сұрау керек иә тезірек барып сұрау керек жақсы жалпы енді мынау кей кісілер жаңағыдай Нұржан ұстаз айтып қалдыңыз өзіңіз диспуттар видеолар салынып жатқан кезде мысалы әлеуметтік желіге шыққан кезде кейбір мұсылман бауырларымыз мысалға комментарийге кіріп талас тартыстар ұйымдастырып жатады да жаңағыдай атеистермен екі топқа бөлініп алады ғой енді осы жайында бұл негізі дұрыс па бұлай сөз таластырып деген сияқты нәрсе енді мен оған қатты ештеңе айтпай ақ қояйын бірақ та ислам дінін қуаттауымыз керек қазір ше иә мен тек комментарийді айтпаймын жалпылама мұсылмандар сондай бір кезеңде тұрмыз қазір мұсылман иманын сақтап қалу маңызды болып тұрған кезеңде тұрмыз сол үшін де ілім жоқ болса қатты енді мысалға сол атеистермен таласып жатқан ұстаздарды жақтап жаза беруге болады енді иә бірақ та давай сөйлесеміз деп жаңағы бірақ өзің ештеңе оқымағансың диспутқа шақыру қажеті жоқ дейсіз давай прямой эфирмен хабарласайық деп жаңағы номеріңді таста деген сияқты өйтіп қатты кетпей ақ қою керек білімсіз болсаң оқымаған болсаң оқығанда енді
исламда өзі жалпы біздің кәлам ілімінде, яғни ақида саласында, сенім саласында өзі бірінші тақырып алланың бар болу деген сипатынан бастайды. Сол кезде алланы бар болуды сол дәлелдейді сол жерде. Міне осы тақырыптарды оқымаған болсаң, қарамаған болсаң керек емес та. Бірақ та мүлде жазуға болмайды деген келмейді. Орнын білу керек, ұстазды қорғау керек, ол анық. Дінді қорғау керек, ол анық нәрсе. Бұл әлбетте әрбір мұсылманға істеу керек болған нәрсе. Біз сондай кезеңдеміз, сондықтан шаршамауымыз керек. Енді мен айтып кете салайын, кезінде бұрында бір сондай кезең болды. Уахаби, салапи дегендер өте қатты болды ше. Өте қатты бір сондай кезең өтті. Енді қазір байқасаң бәрі жуас болып қалған ғой. Негізі олар жуас емес ше. Өйткені мен өзім көргем Алматыда Тастақты мешітінде, Төле би мешіті дейді ғой. Сол жерде бір уахаби имамға айтқан ше, жүр давай раз мешіттің артына деген сияқты. Раз жаңағыдай. Қазіргілер жуас болып қалған ғой негізі. Қазіргілер дегенде енді өкімет нелер жуас қылып тастады ғой. Тыныш жүріңдер деген сияқты. Бұлар негізі сондай болды. Бұл кезең, бұл толқын былайша айтқанда біраз басылды. Бұл жел сәл басылды. Мүлде жоқ болып кетті демеймін, бірақ сәл басылды бұл жел. Енді қандай желге батыр? Мына жел атеистік деген сондай желге батыр. Бұл жерде де біз шаршамауымыз керек, берілмеуіміз керек та мұсылмандар. Жаңағыдай ұстаздарды қолдап жазатын болса жазып, тарататын болса таратып, сондай нәрсе жасау керек ше. Әшейін бүйтіп қарауға болмайды. Біз андай емеспіз мұсылмандар деген, мен нормальный болсам болды деген болмайды ондай. Дінге атсалысу керек. Әрбір мұсылманға міндет нәрсе бұл. Қызмет ету керек, атсалысу керек. Қолынан келетін не? Бір-екі сөз жазып, лайк басып кетің, болды, соны істеп кет. Қолынан келетін не? Мына жаққа таратып жібердің, болды, таратып жібер. Болды. Шамаң келген нәрсе. Кей кісілер жаңағыдай сондай комментарийде қатты кетіп қалып жатады да, бір мұсылманға жараспайтын қылықтар көрсетіп қойып жатады. Енді ол да әдепті болу керек, әдепті көрсету керек. Ла дарар вала дирар деген хадис бар. Яғни саған зиян берсе, сен де зиян беруің керексің деген нәрсе емес. Яғни ол боқтаса, сен де боқтауың керексің деген нәрсе емес ол. Сен әдеп сақта. Ол яғни ол бұзылды деп сен өзің бұзба да. Жақсы. Енді ұстаз, мынау бір жалпы исі мұсылман деп айтамыз ғой, мысалға исі мұсылман жамағатқа, кісілерге өзіңіздің айтар қандай кеңесіңіз бар, қандай насихатыңыз бар, намазға келіп жатқан или немесе намазда жүрген бірнеше жыл? Енді намаз демей ақ қояйық, жалпы мұсылманға айтайық. Не айтсақ болады оларға? Жалпы ойыма бір не кеп тұр, бірақ нақты сөздерін, нақты беттерін ұмыттым. Бірақ мына Бауыржан Момышұлының Ұшқания кітабында Бауыржанды бір неге апарып тастайды. Ұшқанияда бір орыс отбасыға апарады. Бауыржан Момышұлы. Сол жерде орысша үйренуге, сондайға. Сол ауылында ма, бір жерде біраз болды. Ұшқанияны оқығанымызға бір 5-6 жылдай болып қалды ау деймін. Сол жерде бар да, сол апарады. Мен айтқым келіп жатқан. Енді сөз тура келмей қалуы мүмкін, бірақ та мағынасы жағынан жалпы сол жерде алып барады. Сол кезде Бауыржанның әкесінің інісі ма, немесе әкесінің өзі ме екен, сол орыстың үйіндегі жаңағы енді орыстар жаңағы не қойып қояды ғой, суретіліп қояды ғой, Мариям анамыздың суретін іліп қойып, соның қасына шам жағып, соған кішкене ғибадаттарын жасайды ғой енді өздерінің. Иса пайғамбар деп, Иса пайғамбардың суретін қойып қойып деген сияқты қылып немесе өздерінің ойларымен ғой енді. Соны айтады да. Мынаған табынба. Ескертіп кетеді сол жерде. Бауыржанға ше. Бауыржанға жаңағы айтып кетеді. Мына суретке жақындама деп ше жаңағы. Мына кейін жаңағы шошқан нелер болады. Жаңағы ішетін 1-200 граммдар болады. Осыларға жақындама деп сөйтіп бәріне ескертіп кетеді ше Бауыржанға ше. Мен де соны айтамын да. Өзіміздің дінді ұстайық. Жақындамайық, біздікі емес ол. Ол атеизм, енді үлкен темаларға не қылмай ақ қояйық. Атеизм, феминизм, тағы қандай изм бар. Олар біздікі емес. Олар біздікі емес. Біздің жол Машһур Жүсіп көрсеткен, Абай шәһәрінде көрсеткен, үлкен ханафи ғалымдар ұстанған сахабалар, пайғамбарлар, осылардың жолы.
Құран жолы осы. Біздің баяғы үйлерімізде Құран ілініп тұратын еді. Ол нені білдіретін еді? Совет үкіметі шыққан кезде біз мұсылманбыз дегенді білдіретін еді. Осыдан айнымауымыз керек. Субханалла. Иә. Сондай-ақ адамдарды діннен бездіріп те алуға болмайды. Жаңағыдай мысалға көріп жатамыз ғой, кей кісілер солай намазға келіп оқып білім алып жатса, мысалға эмоцияның жетегінде кетеді де, енді білімсіздік себепті. Иә, енді дінді жай бастау керек, жай ұстану керек. Жалпы бір ұстаз, біреуді ұстаз қылып, сонымен ақылдасып жүру керек қой негізі. Сол дұрыс. Өзіңнің айналаңдағыларды қашырып бездіріп алмау үшін. Бір ұстазды ұстасаң, сол ұстазбен ақылдасып, солай жасап жүрсең, ол кезде бәрі жақсы болады. Ата-анаңмен де жақсы болады, әйел, бала-шаға, ағайын туыс бәрімен де дұрыс бағыттағы ұстазды ұстай алсаң, онда иншалла бәрі әдемі кетеді. Шынайы ислам түсіндіре алатын ұстаз болса болды. Дұрыс оқыған. Жақсы, ұстаз, сізге Алла разы болсын. Әмин, баршамызға Алла разы болсын. Бүгінгі көп қызықты, актуалды мәселелер, тақырыптарды талдадық деп ойлаймын. Көріп отқан көрермен өзінің пайдасын алды деген үміттемін. Құрметті көрермендер, жалпы келесі подкасттарда да барынша осындай актуалды тақырыптарды талдап, көп сұрақтарға ұстазымыз жауап беруге тырысады, иншалла. Сол себепті, егер де қандай да бір ұсыныстарыңыз немесе сұрақтарыңыз болатын болса, төмендегі комментарийге жазып кетіңіздер. Мүмкін дәл сіздің сұрағыңызды біз келесі подкасттарда Уәлихан ұстазымызбен бірге талдайтын боламыз. Тақырыптар болсын, ұсыныстар болсын, Сондай-ақ осы видео ұнаса, жалпылама алдағы уақытта жобамыздың дамуына атсалысқыңыз келсе, онда біздің осы YouTube арнамызға тіркеліп қойыңыздар. Сондай-ақ описание бөлімінде Уәлихан ұстазымыздың әлеуметтік желілердегі парақшалары болады. Instagram, YouTube сынды, TikTok сынды, соның барлығына тіркеліп қоюларыңызды өтінеміз, сұраймыз. Ал бүгінге біз аяқтаймыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.